Сәлеметсіздер ме? Мен Алима. Мен біраз уақыт жоғалып кеттім, бірақ осы уақыт ішінде бір нәрсені түсіндім. Бала тәрбиесінде біз кейде маңызды нәрсені байқамай қаламыз. Бұл Айбар әлемі подкасты. Біраз уақыт үзілістен соң сіздермен қайта қауышып отырмыз. Бұл подкаст бала тәрбиесінде қиналып жүрген ата-аналарға арналған. Біз әрбір жағдайды талқылап, дұрыс шешім табуға көмектесетін боламыз. Бүгін менімен бірге Жанар мұғалім ханым, сәлеметсіздер ме? Динара психолог ханым, қош келдіңіздер. Ана Меруерт ханым, рахмет, қуаныштымын, қош келдіңіздер. Бүгін біз көп ата-анада кездесетін бір жағдайды талқылаймыз. Бала өтірік айтқанда не істеу керек? Экранға назар аударайық. Иә, дұрыс айтасыз. Сабаққа бүгін дайындалмай барған бе едің? Жоқ. Неге өтірік айтасың, Айбар? Бұл жерде тәртіп жоқ. Егер бала өтірік айтса, бұл әдетке айналады. Оны уақытында тоқтату керек. Бала өтірік айтса, бұл жамандық емес. Бұл оның қорқып тұрғанының белгісі. Ол өзін қауіпсіз сезінбейді. Біздің үйде де осындай болған. Мен балама ұрыспас едім. Одан жай сұрар едім, неге бұлай істедің деп. Қызық пікірлер болуда. Сонда дұрыс жол қайсы? Келесі жағдайға өтейік. Мен сабақ оқымадым. Маған қиын болды. Түсінбедім. Сізге айтсам ұрысасыз ба деп қорықтым. Бәрі жақсы, балам, мен түсінемін. Рахмет, шындықты айтқаның үшін, Айбар. Қателесу жаман емес. Ең бастысы шыншыл болу. Бірге түсініп, бірге шешеміз. Я, анашым, мен түсіндім. Жарайсың, балам. Көріп отырсыздар, Айбар өтірік айтқан жоқ. Ол жай ғана қорықты. Сіздің ойыңызша, бұл жерде мәселе неде? Менің ойымша, бұл жерде балаға тапсырма қиын болған. Түсінбеген кезде ол көмек сұраудың орнына жасыруды таңдады. Бұл өте жиі кездесетін жағдай. Иә, рас. Бұл туралы көбірек айтып берейік. Иә, дұрыс айтасыз. Бала өтірік айтпайды, ол өзін қорғауға тырысады. Айбар бұл жерде маған қиын болды деп айтуға қорыққан. Шынымды айтсам, мен де кейде балама неге түсінбедім деп айтып қоямын. Бірақ осы видеоны көріп түсіндім, балаға ең алдымен қауіпсіздік сезімі керек екен. Демек, мәселе балада емес, мәселе оның қорқынышында. Егер бала қателесуден қорықпаса, ол әрқашан шындықты айтады. Сіз қалай ойлайсыз? Осындай жағдайда сіз не істер едіңіз? Мен жағдайды мұқият талдар едім. Я, алдымен достарымен ақылдасар едім, ал мен өзім шешім қабылдар едім. Бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды. Бірақ ең маңызды сұрақ, сіз өз балаңызға қорықпай шындық айтуға мүмкіндік беріп жүрсіз бе? Ойланып көріңіз. Өз балаңызға жылулық беруді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мультик ұнаса, біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа.